Бүгін қаз жасау әдісімен бөлісетін боламын. Ол үшін жылқының етін 3 күнге дұрыстап тұрып тұзға салып қойдық. Тұз сіңгеннен кейін бүкіл етті жалғыз қазының қабырғасы емес, бүкіл етінен жасаймын. Себебі біздер етінен гөрі қаз жасап жегенді жақсы көреді мен балаларым. Сол себептен бүкіл етін сүйегінен ажыратып, сүйегін алып тастап, чесногымды ашып, бұл жерде менде бір таба етке шамамен бір 10 шақты чеснок кетті. Чеснок кішкене сіңгенін жақсы көреміз. Чеснокты бұрышқа араластырып, блендермен езіп алып, осылайынан еттің барлығына дұрыстап тұрып жақтым. Жақып болғаннан кейін ішегімді байқаған боларсыздар, лимон салып, лимонды суға жуып алдым. Және де осылайынан бөлшекпен кішкене қаздан жасап шығардым. Себебі біздер бір асқанда 4 адамға осындай қазы жарайды.